ресми түрде ажырастыңыздар ма? Ол басқа ештеңе сұрағым келіп тұрған жоқ. Ол сұраққа жауап бермеймін деп шештім. Өйткені көпке түсінікті болу үшін осы жерде нүктені қойған дұрыс. Өйткені анау былай айтады, мынау былай айтады. Бәрі жақсы. Еш алаңдамаңыздар. Жауабым бізде бәрі жақсы. Адамбыз ғой, ет пен сүйектен жаралған, барлығымыз бірдей пенде, бірдей адамбыз. Менің өмірде күліп, жарқырап жүргенімнің барлығы ол толықтай сай деп айтпаймын. Кез келген сұраққа жауап бере аламын, кез келген нәрсені қабылдадым. Өмір сүрген жеңіл екеніне енді ғана көзім жетті. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Жалпы осы каналдың оқырмандарына соңғы ақпараттар мен анықтамаларды бөлісіп өтейін деп едім. Тұрсынбек Қабатов пен Мөлдір Мұқанова жайлы оқиғаларға қатысты. Мөлдір Мұқанова осы қауесетке байланысты екі жаққа кетті ме деген сауалға арамызда қалсын бәрі әні пайда болып, жұп ажырасып екі жаққа кеткенін меңзейді деген қауесет тараған болатын. Бірақ Мөлдір Мұқанова бұл жайлы былай деп жауап берді. Бұл тақырыпта ешқандай сұхбат бермеймін, ештеңке айтқым келмейді деген сияқты. Алдағы видеода өздеріңіз көріп өткендей, яғни бұл тақырыпқа ресми түрде ешқандай ажырасу жоқ екендігін өзі анық айтып өткен болатын. Жалпы Мөлдірдің пікірлері мен сезімдері туралы айта кетсек, әлеуметтік желілердегі сындар мен неше түрлі түсіндірмелер бар. Мөлдір эфирдегі кей шатасуларынан кейін қатты қобалжып жауап берген сөздерінен кейін жалпы еліміздегі жиналған пікірлерге түсініктеме беріп өтейін. Тоқал алу жайлы бұрынғы сұхбатында былай деген етін: кез келген әйел мен сияқты тоқал алуға қарсы болатын шығар. Егер де тоқал алса, бірге өмір сүрмеймін деп анық өзінің ойын жеткізді. Және де ол күйеуі Тұрсынбек Қабатовтың қызғаншақ екендігін де айтып өткен етін. Мысалы, күйеуі оның жұмысы 18:00-де бітсе, Мөлдір Мұқанованың 18:05-те жұмыстан шықпасам тасты лақтырады деп айтып өткен болатын өзінің сұхбатында. Яғни бұл отбасының ашық тақырыптарының айқындылығынан дәлел болып келеді. Және қоғамдық іс-шаралар мен қайырымдылықтары да аз емес. Екі жұптың ол 2024 жылы Үрпек ауылындағы су тасқынына 1 миллион теңгелей қаржылай көмек берген етін. Және одан бөлек 200 мұқтаж адамға ауызашар бергендігі де өзі Мөлдір парақшасында жариялап өткен болатын. Яғни осы 20 жыл бойы Мөлдір Мұқанова Тұрсынбектің сахна артындағы ең бірінші қолдаушысы болып табылады. Яғни сахна арты және отбасы туралы айта кетейік. Жалпы үйлену тойының естелігі туралы Мөлдір Мұқанова бақытты Мөлдірден сәлем деп үйлену тойының естелік суретін де жариялаған болатын. Және де сахна сыртында кофе жасап киімін үтіктеймін деп 20 жылдан бері осылай әрекет етемін, әрі қарай да істеймін деген, тағы 40 жыл істеуге дайынмын деген көріністерінде кейіпкері болып отырмыз. Және де ол сахнада күйеуінің жанында үнемі жабық бейнеде қолдау көрсете отырып, бірге өнерде жүретінін көрсеткен етін. Және де осы соңғы ажырасу туралы және Мөлдірдің жаңа кино түсіргелі жатқан сол туралы хайп деп айтып жатқан пікірлерде өте көп. Алдағы уақытта барлығын білетін боламыз. Және де осыған байланысты қосымша жаңалық көздерін айтып өтейін. Ажырасу туралы нақты түрде ресми деректері жоқ. Мөлдір эфирдегі шатасуларына өзінің анық түсініктемелерін беріп өтті. Отбасылық және қайырымдылық іс-шаралары да кеңінен жасап жүргені аз емес. Қорытындыға келе айтатын болса, қазіргі кезде Тұрсынбек пен Мөлдірдің арасындағы қарым-қатынаста ерік-жігері мен ашықтығы өзара қолдауы сақталған болып көріп отырмыз. Ресми ажырасу немесе екі жаққа кетті деген сияқты тың деректер болған жағдайда осы каналда көретін боласыздар. Сондықтан каналға жазылып, комментарий жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.